Пещерный национализм деген мінездеме берді біздің Дәурен Абаев, президент әкімшілігінің орынбасары. Мынау біздің ұл-қыздарымызды магазиндерді, дүкендерді аралап, қазақ тілінде талап еткен сөйлеуді. Жалпы мынау құлдық сана 30 жыл тәуелсіздігіміз болса да арыған жоқ қазақтың басынан, өкінішке орай. Сол құлдық сананың арқасында күні кеше ғана біздің парламентте бір министр келгенде қазақша жауап қойған депутаттарға орысша жауап қайтарып атты. Жап-жас әп-әдемі министр, білімді министр, бірақ та қазақшадан ешқандай хабары жоқ. Ол министр мысалға ағылшын тілін жатқа біледі. Сол ағылшын тілін ол жарты жылда оқып алды, үйреніп алды, шетелге барғанда. Орыс тілінде енді оңайлықпен кезінде бәріміз меңгеріп алғанбыз. Ал қазақ тілін жаттап алуға уақыты жетпеді. Сол бізді өлтіретін, өз-өзіміздің ұлтымызды, өз-өзіміздің дәстүрлерімізді менсінбейміз. Біздің үкімет, міне, Дәурен мырза, неше түрлі Жириновскийлар, Никоновтар, Федоровтар, бос қисық әңгіме айтқанда, Путиннің өзі айтқанда үндемей қаласыздар. Ал қит етсе, Қазақстанға, қазақтарға қарсы шыққан Ресей Федерациясының депутаттарына кешірім сұрағандай әңгіме айтасыз. Ең өкініштісі сол. Өйткені өздеріңіз білесіздер, сондай сөз айтқанның орнында нағып сіз мысалға Ресей Федерациясынан талап етпейсіздер. 1 миллион қазақ тұрады Ресей Федерациясында. Соңғы қазақ тілді мектеп 4 жыл бұрын жабылып қалды сол Ресей Федерациясында. Неге үнсіз? Біздің елімізде бүкіл басқа ұлттарға, Құдайға шүкір, жағдай жасалған. Ұйғырлардың мектебі бар, өзбектердің мектебі бар. Тағы басқа. Орыстардың 2000-нан астам мектебі бар. Оларды ешкім қинап атқан жоқ, оларды ешкім өлтіріп атқан жоқ, ешкім сауапты атқан жоқ. Бізде ешқандай пещерный национализм, ұлтшылдық түбірі жоқ, орнымен жоқ. Анда-санда сұрақ қоюға әрине талабы бар біздің азаматтардың. Неге айналайын? Мен орыс тілін білмесем, неге сен маған мемлекеттік тілде жауап бере алмайсың? Және ондай азаматтардың саны жылдан жылға өседі. Онда түсіну керек. Орыс тілін білмейтін, Құдайға шүкір. Сондықтан айналайын Дәурен. Келесі жолы қазақтар туралы, өзіңнің туған бауырларың туралы сөйлегенде абайлап сөйле, байқап сөйле. Өйткені айналайын, сен Қазақстан деген елдің президент әкімшілігінде қызмет істеп жүрсің. Сен қазақтардың, орыстардың емес, Ресей Федерациясының азаматтарын емес, Қазақстан Республикасының азаматтарын қорғайтын жайтың бар. Ал Қазақстан Республикасының қазіргі таңде 80% ол өзіміздің қара көздер. Сондықтан Қазақстан Республикасының азаматы дегенде мен сол жерде қазақ тілінің де тағдырын ішіне салып отырмын. Сондықтан бауырым, абай бол. Ендігәрі орыстардан, орыстың депутаттарынан кешірім сұрайтын болма.